Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы физикалық шамалар мен өлшеулер. Өлшем бірліктердің көмегімен физикалық формулаларды тексеру, сандық мәндер және қателіктер. Сабағымыздың негізгі мақсаты халықаралық бірліктер жүйесі негізгі физикалық шамаларын және олардың өлшем бірліктерін білу. Нақты деректерді алу қажеттілігін түсіндіру. Сабағымызды өту барысында өлшеулер не үшін керек, физикалық шама дегеніміз не, физикалық шаманы өлшеу дегеніміз не деген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Халықаралық бірліктер жүйесі. 1793 жылы Францияда өткен конвенцияда өлшемдердің метрлік жүйесі қабылданды. Барлық уақытта, барлық халықтар үшін бірдей деген мағынада. 1960 жылы халықаралық бірліктер жүйесі жасалды. Оның екінші атауы ағылшынша SI System International. Физикалық шамаларға тоқтамас бұрын, ең бірінші біз күнделікті өмірде масса ұғымын кездестіреміз. Яғни массаның бірден бір мысалы Қазақстан шоколады. Оның сыртында жазулы тұр, оның массасы 100 грамм екендігі. Және де масса дегеніміз ол дененің инерциялық қасиетін сипаттайтын, анықтайтын физикалық шама болып табылады. 100 деген бұл жерде сандық мән болып табылады, грамм деген ол оның өлшем бірлігі. Сол сияқты адамның бойы, яғни ол ұзындық деген сөз. Горизонталь бағытта өлшенген объектінің сызықтық мөлшерін сипаттайтын физикалық шама болып табылады. 165 деген сандық мән болатын болса, сантиметр деген оның ұзындығы, өлшем бірлігі болып тұр. Физикалық шама дегеніміз денелердің, заттардың және құбылыстардың қасиеттерін сандық тұрғыда сипаттайтын ұғым. Физикалық шама болуы үшін физикалық шаманың белгіленуі болу қажет. Сандық мәні болу қажет және өлшем бірлігі болу қажет. Осы үшеуі толықтай болған жағдайда физикалық шама деп аталады. Физикалық шаманы өлшеу дегеніміз, оны өлшем бірлік ретінде алынған біртекті басқа шамамен салыстыру. Мысалы, ұзындықты өлшеу болса, ұзындықтың өлшем бірлігі метрмен салыстыру. Ал массаны өлшеу болса, онда массаның өлшем бірлігі килограммен салыстыру. Тағы сол сияқты. Халықаралық бірліктер жүйесі не үшін қолданылады? Халықаралық бірліктер жүйесі жер бетінде барлық адамдар бір нәрсені өлшейді, белгілі бір нәрсені санайды. Мысалы, тігіншілер, дәрігерлер, сатушылар, фармацевттар, музыканттар, дене шынықтыру мұғалімдері, тағы сол сияқты. Осылардың барлығы белгілі бір нәрсені өлшеген кезде, есептеген кезде белгілі бір ғана өлшем бірлікпен шығатын болса, ол барлық дүние жүзі үшін түсінікті болады. Өлшем бірліктер бірдей болса. Осы жағдай тиімді болғандықтан халықаралық бірліктер жүйесі қолданылады екен. Метрдің анықтамасын, секундтың анықтамасын, килограммның анықтамасын видеоны тоқтату арқылы танысып алсаңдар болады анықтамасымен, және де дәптерімізге жазып аламыз керекті ақпараттарды. Бұл жерде ампердің, кельвиннің, канделаның негізгі анықтамасы көрсетілген. Бұл анықтаманы да дәптерімізге жазып аламыз. Енді физикалық шамалардың, негізгі физикалық шамалардың белгіленуі болады. Жаңа айтып өттік, физикалық шама болу үшін белгіленуі, өлшем бірлігі және сан мәні болу қажет. Уақыт, уақытты біз Т әрпімен белгілейміз, өлшем бірлігі секунд. Ұзындық, ұзындықтың өлшем белгіленуі L, өлшем бірлігі метр. Масса, массаның белгіленуі M, өлшем бірлігі килограмм. Температура, температураның екі түрлі белгіленуі бар, біреу үлкен Т, біреу кішкентай Т. Абсолют температура болатын болса үлкен Т, жай температура болатын болса кішкентай Т. Абсолют температураның өлшем бірлігі кельвин. Тоқ күші I әрпімен белгіленеді, өлшем бірлігі ампер. Зат мөлшері, зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль. Және де кандела.
Халықаралық бірліктер жүйесіндегі негізгі өлшем бірліктер міне нақтырақ осы жерде де көрсетілген. Керекті негізгі өлшем бірліктерді белгіленулерін және физикалық шамалардың негізгі аттарын керек десеңдер жазып алсаңдар болады. Ұмытып қаламын деген физикалық шамаларды. Мына жердегі балалар, өлшем бірліктердің екі түрі болады: туынды және негізгі деген. Негізгі өлшем бірліктер жаңағы негізгі физикалық шамалардың өлшем бірліктері, ал қалған өлшем бірліктердің барлығы туынды болып табылады. Туынды өлшем бірліктерді балалар формулаға қарай көрсетсек болады. Мысалы, жұмыс. Жұмыстың формуласы А тең F көбейту S. Яғни, жұмыстың өлшем бірлігі туынды өлшем бірлікке жатады. Яғни, Ньютон көбейту метр. Ньютон көбейту метріміз бізде джоульға тең. Сол сияқты, мына жерде тапсырмада барлық өлшем бірліктерді туынды өлшем бірлік ретінде жазамыз. Мына жерде джоуль, ватт, кулон, паскаль, ом деген өлшем бірліктерді формулаға қарай туынды өлшем бірліктер қылып жазамыз. Сосын барлығын орындап біткеннен кейін WhatsApp желісінен жекеге жібереміз. Міндетті түрде. Туынды өлшем бірліктер. Мына жерде ондық, еселік және үлестік бірліктер, префикстер көрсетілген. Бұларды біз көбінесе есептеу барысында сандарды толығымен ұзақ жазып жатпас үшін қолданамыз. Бізге бұл сандарды қолданған өте тиімді. 10-18 дәрежесі дегенді экса деп айтады екенбіз. 10-15 дәрежесі дегенді пета деп айтады екенбіз. Сол сияқты 6 дәрежесі мега, 9 дәрежесі гига екендігін біз бұрыннан білеміз. 3 дәрежесі кило, 1 дәрежесі деци, 2 дәрежесі санти, 3 дәрежесі мили, микро, 6 дәрежесі нано, 9 дәрежесі, 12 дәрежесі пико, 15 дәрежесі фемто екендігін біз білеміз. Бұлардың барлығын халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру үшін, егер микро деп әріппен беріліп тұрса, біз оны халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп, -6 дәреже деп дәрежемен көрсетеміз. Есептер шығару барысында керек негізгі ұғымдар бұлар. Физикалық эксперимент. Эксперимент жасау өзгермейтін шамалардың тұрақты болған жағдайларында тәуелсіз шаманың тәуелді шамаға әсерін практикада зерттеу болып табылады. Тәуелсіз физикалық шаманы экспериментатор өзі өзгертеді. Тәуелді физикалық шама тәуелсіз шаманың өзгерісіне тәуелді өзгереді. Өзгермейтін шамалардың тұрақтылығын экспериментатор өзі қадағалап отырады. Өлшеудің түрлері. Балалар, кез келген нәрсені өлшеудің екі түрі болады. Тура және жанама деген. Тура өлшеудің түрінің өзі екі түрлі қателікке тап болады. Абсолют қателік, аспап қателік. Абсолют қателік, аспап қателігі екеуі салыстырмалы қателікке келеді. Одан кейін Корнфилд әдісі және арифметикалық орташа арқылы салыстырмалы қателіктерді анықтап алсақ болады. Жанама қателікте кездесетін үш қателік түрі бар. Кездейсоқ, жүйелі және дөрекі қателік түрі. Жердегі арифметикалық орташадан бірінші мәнді азайтамыз, арифметикалық орташадан екінші мәнді азайтамыз, арифметикалық орташадан үшінші мәнді азайтамыз. Бұлардың барлығын модульге аламыз, балар. Тік жақшаға алып қоямыз. Сонда модульге алған кезде, модульден шыққан кезде, жерде ең соңында -1,7 тұр ғой. Сол 1,7-нің минусы түсіп қалады. Яғни плюс болып тік жақшадан шығады. Ары қарай абсолют қателіктің өзін есептеу үшін осы шыққан үш мәнді қосып үшке бөлеміз. Сонда абсолют қателік.
Салыстырмалы қателік абсолют қателіктің ізделінді шаманың өлшеміне қатынасына тең. Мысалы, карандаш үшін дельта L-дің L-ға қатынасы эпсилон деп белгіленеді. Салыстырмалы қателік. Футбол алаңы үшін көрсетілген сандары. Өлшеу дәлдігі анықталатын шаманың нақты өлшемінің өлшенген мәннен айырмашылығын бағалайды. Мына жерде Корнфельд әдісінің формуласы көрсетілген. Салыстырмалы қателіктің есептеу формулалары көрсетілген. Бұны да тоқтатып, видеоны тоқтату арқылы барлық формулаларды жазып аламыз. Жаңа айтып өттік, жанама өлшеу үшін үш түрлі қателіктер кездеседі дедік. Кездейсоқ қателік, жүйелік қателіктер, дөрекі қателіктер. Кездейсоқ қателіктер дегеніміз белгілі бір шаманы өлшеу кезінде кездейсоқ пайда болатын қателіктер. Ал жүйелік қателіктер дегеніміз белгілі бір шаманы өлшеу кезінде тұрақты болып қалатын, немесе заңды түрде қайталана беретін қателік түрлері. Дөрекі қателік ол экспериментатордың аспаптан өлшемді дұрыс жазып алмауынан, есептеулерде қате жібергеннен пайда болуы